1991 жылы әлем картасында тәуелсіз Қазақстан атты жаңа мемлекет құрылды. Қазақ жерінде түбегейлі өзгерістер басталды. Жаңа бағдарламалар мен бірегей жобалар еліміздің әлеуметтік экономикалық даму үшін қарқынды жүзеге асырыла бастады. Мемлекеттің барлық салаларындағы реформалар, техникалық, басқарушылық және көшбасшылық құзыреті жоғары деңгейдегі мамандарға аса қажеттілік тудырды. Сол себептен 2008 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен зияткерлік мектептер құру туралы жобасы сәтті іске қосылды. Мемлекетімізде болашақта өте зерек, талапты да талантты жастарды іріктеп алып, әдейлеп оқыту үшін тұңғыш президенттің 20 интеллектуалды мектебі ашылды. Алдымен ел астанасында бой көтерген заманауи білім ордасы бүгінде әр өңірде ашылып, саналы зияткер ұрпақтың өсіп-өнуіне игілікті жұмыс атқаруда. Қызылорда қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің іргетасы қаланған сәттен бастап, білім жолындағы алғашқы қадамдарының куәгер ретінде мен бүгін сіздермен дарынды балаларға арналған мектептің алғашқы нәтижелерімен бөлісетін боламын. Сыр өңіріндегі НАЭС 2013 жылы Конституция күні қарсаңында ашылды. 7-12 сыныптарға қабылданған 500-ге жуық дарынды жас білім берудің ұлттық және халықаралық үздік тәжірибелері негізінде жан-жақты интеллектуалды дамуына ықпал ететін сапалы білім алуды бастады. Жаңа жүйемен бірге кәсіби дамуға ұмтылған, заманауи педагогикалық әдістермен қаруланған аймақтың білікті ұстаздары мектептің қарыштап дамуына бар күш-жігерін салды. Тәуелсіздік жылдарында жалпы айтатын болсақ, ең сәтті жүзеге асқан жобалардың бірі. Қазіргі таңда бұл жоба аясында білім беру мазмұны жаңартылып жатыр. Яғни 21 ғасырда мектеп түлектері қандай білім, дағды, құндылықтар қалыптасу керек, нені үйрену керек, нені білу керек, нені жасай білу керек деген сұраққа жауап беретін бұл оқу бағдарламасы, сол оқу бағдарламасы жаңартылып жатыр. Бұл енді дарынды балдарға, дарынды жастарға, әсіресе ауылдан келген жастарға жасалған бір қамқорлық ретінде бағалауға болады. Себебі қазіргі таңда бұл мектепте оқып жатқан балалар өздерінің әртүрлі салаларда, әртүрлі пән олимпиадаларында, республикалық, халықаралық білім деңгейлерінің өздерінің жетістіктерін көрсетіп жатыр. Первый настоящий выпуск, когда мы пришли, мы были 7 классом. Школа была новая система, все мы привыкали, учителя привыкали, кураторы, школьники. Я еще помню, в первые дни еще не знали, почему у нас нету оценок, почему нету пятерок, четверок. И вот так учились, и когда мы приходили все эти сложности, мне кажется, именно тогда мы с одноклассниками нашли что-то общее, и тогда я поняла, вот она моя школа, вот они мои друзья, я хочу с ними учиться, и я хочу в этой школе остаться, и у меня была как некая мотивация закончить хорошо. Зияткерлік мектепке қаланың және шалғайдағы ауылдардан келген дарынды балалар үздік тәжірибемен ұштастырылған кен ауқымды дағдыларды дамытуға бағытталған білім беру бағдарламасы негізінде оқиды. Оқушылар Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының өркен білім беру грантына конкурстық іріктеу бойынша қабылданады. 2013 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Қызылорда қаласына іс-сапармен келген уақытта біздің мектепке де келген болатын. Сол уақытта мұғалімдермен кездесіп, мұғалімдерге бірқатар тапсырмаларды берген болатын. Олардың тапсырмаларының ішіндегі ең маңыздысы осы еліміздің болашағы болатын жастарды білімді, сапалы білім беріп, біліммен қамтамасыз етіп шығару болатын. Мұғалімдердің барлығы бағдарламамен жаңадан танысқандықтан, мұғалімдердің біліктілігін арттыру өте маңызды болды. Ай сайын, 90 сайын, жылдың аяғында мұғалімдер үздіксіз өздерінің білімдерін, тәжірибелерін жетілдіріп отырды. Соның арқасында енді оқушылардың да білім сапасы жоғарылап, алдағы уақытта қойған межелерге жететіндей мүмкіндіктер пайда бола бастады. Сыртқы келбеті күн сәулесімен сәйкес келетін оқу ордасы оқушылардың білім жолынан нұр шашып, терең білімді тұлға болып қалыптасуына толық мүмкіндік береді. Зияткерлер биология, химия, нанотехнология және биотехнология ғылымдарын зерттеп, қыр-сырын ашуға талпынады. Мектеп маған ағылшын тілімді дамытуға мүмкіндік берді. Және соның арқасында халықаралық IELTS экзаменінен
жоғары балл алдым. Және де осы мектепті бітіру арқылы мен еліміздегі ең үздік жоғары оқу орны Назарбаев университетіне түсуге мүмкіндік алдым. Және қазірде Назарбаев университетінде, осы Назарбаев зияткерлік мектебінде алған бар білімімді, тәжірибемді қолданып жатырмын. Мектеп оқушының жан-жақты дамуына әсер ететін инновациялық технологиялар мен түрлі оқу ресурстарды қамтитын қолайлы орта болса, мұғалімдері әр оқушының жеке әлеуетін жүзеге асыратын біліктілігі жоғары тәжірибелі маман. Қазіргі таңда мектепте 129 пән мұғалімі, шетелдік 3 педагог еңбек етуде. Оның ішінде Назарбаев университетінің магистрлері, болашақ бағдарламасының түлектері, Ыбырай Алтынсарин білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгілерімен марапатталғандар және жаңашыл ұстаз, үздік педагог республикалық байқауларының жеңімпаздары бар. Мұғалімдер әртүрлі қажеттіліктерге байланысты түрлі оқу курстарына, түрлі вебинарларға, мектепшілік курстарға, ТСП ұйымдастырған түрлі деңгейлік курстарға қатыса алады. Сонымен бірге мұғалімдердің шетелде де білім алып келуіне, ғылыми тағылымдамадан өтулеріне мүмкіндіктері бар. Яғни оқушымен бірге заман талабына сай мұғалімдер де өзінің жеке тұлға ретінде қалыптасуына және әрдайым білімін жетілдіріп отыруына үлкен мүмкіндік алып отыр. Үш тілді білім ордасында екінші шет тілі француз, неміс, кәріс, қытай тілдерінен арнайы қосымша сабақтары бар. Оқушылардың жеке қызығушылықтарына сәйкес барлығы 45 қосымша білім беру үйірмелері, 28 пәндік элективті курс жұмыс жасайды. Балалардың жан-жақты даму үшін тәрбие бағытында да бірнеше жобалар жүзеге асырылады. Назарбаев зияткерлік мектебінің тәрбие жүйесі бұл бірнеше бағытта жүргізіледі. Оны атап өтетін болсақ, рухани тәрбие, патриоттық тәрбие, адамгершілік, дене тәрбиесі, отбасы және еңбек, көшбасшылық, көп мәдени, міне осы бағыттардың негізінде рухани жаңғыру, мәңгілік ел бағдарламаларын негізге ала отырып жасалады. Біздің мектебімізде жалғызбасты қарттарға көмек көрсету мақсатында оқушылар оларға шаңырақтармен, ата-аналармен бірлесе отырып, сол қарттарға көмек көрсетеді. Сонымен қатар, мынау балалар ауруханасында түрлі аурулармен ауырып жатқан балаларға оқушылар көңілін көтеру мақсатында театрланған қойылым көрсетеді. Сол сияқты ауыл мектебін қолдайық акциясы бізде жүзеге асырылады. Бұл акцияның негізгі мақсаты өздері жинақтаған кітаптарын ауыл мектебіне сыйлау болып табылады. Жалпы алғанда осындай жобалар біздің балаларымызға рухани, патриоттық, жалпы көшбасшылыққа тәрбиелейді. 7 жылда жеңісті жетістіктерге қол жеткізген білім ордасы СИАЭС кеңесінің аккредиттеуінен өтіп, халықаралық деңгейде білім сапасын растады. Жас зияткерлер түрлі бағыттағы олимпиадалар мен ғылыми жобалар байқауларында топ жарып жүр. Оқушылардың өнер табыстары мен авторлық еңбектері пайдалы патенттерге ие. Қызылорда Назарбаев зияткерлік мектептерінің соңғы жылдардың жетістіктерімен өте мақтанамыз. Қазіргі күні біздің мектебіміз республикада алдыңғы қатарлардың бірі. Биылғы жылдың өзінде мектепті бітірген балаларымыз түгелдей мемлекетті білім грантын алды. Шетелдік жоғары оқу орындарына оқуға мүмкіндік алды. 2013-2019 жылдар аралығында мектепті барлығы 540 оқушы бітірді. Бітірушілерден 10 түлек алтын белгі, 34-і үздік аттестат иегерлері атанды. 65 түлек Назарбаев университетінде, 37-сі Италия, Чехия, Германия, Түркия, Гонконг, Оңтүстік Корея, Қытай, Венгрия, Ресей мемлекеттерінің жоғары оқу орындарында. 437 бітіруші еліміздің беделді университеттерінде грант негізінде білім алуда. Қазіргі таңда бұрын соңды болмаған Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқу бағдарламасы жалпы басқа дамыған елдерде мойындалып жатыр. Әлемнің көптеген университеттері мойындап жатыр. Бұл енді біздің жасалған жұмысқа берілген нақты баға болса керек. Я считаю, что тем человеком, которым я стала, когда я выпустилась, это только благодаря этой школе. Бүгінгі таңда Назарбаев зияткерлік мектептерінің білім беру жүйесіндегі алатын орны ерекше деп есептеймін. Өйткені қазіргі таңдағы оқушылардың қол жеткізіп отырған жетістіктері бұл білім беру бағдарламасын
өзінің алға қойған мақсатына қандай да бір дәрежеде жете алғандығының результаты болып табылады. Елбасының тікелей бастамасымен ашылған халықаралық деңгейде оқытатын Назарбаев зияткерлік мектептері бүгінде тәуелсіздік жылдарында сәтті қолға алынған бірегей жоба екендігін дәлелдеп келеді. Болашақта зияткерлік мектеп түлектері атақты Эйнштейн, Ньютон, Менделеев, Жұмаділдаев секілді ғалымдардың ізін жалғап, жаңа Қазақстанның дамуына үлес қосатынына сенімдіміз. Елбасылық еңбек, ұрпақпен өнбек.